Сіз білесіз, біздің Қазақстанда да салт дәстүр деген бар. Енді екеулеріңіз бір-бірлеріңізді жақсы көріп қалсаңыздар, ол жігіт сізге айтса, ата-анамен тұрасың, келін боласың, салт дәстүрді ұстанасың десе, келісесіз бе? Мен өзім 10 жылдан бері жалғыз жашайым. Жалғыз тұрасыз, өзіңіз? Жалғыз тұрамын. Ата-енеменен тұруға қаршымын. Бирок барып, қызматын қылып, жүрүүгө даярмын. Бирок ата-енесімен турбайм. Меніңше ата-енемен тұруға қарсысыз? Хайп үшін келіп отырған сияқты. Енді менің көзіме енді солай. Өзін көрсетуге келді деп ойлайсыз? Иә, өзін көрсетуге келген сияқты. Енді ол менің пікірім, жеке ренжімеңіздер. Білмеймін, осы күнге дейін енді басқа біздің Қырғызстан елінен келген қатысушылар болды ғой. Мүмкін соған еліктеп келді ме екен, оны біз білмейміз ғой. Бірақ енді менің көзімше солай сияқты. Аялым, неге көрсетпешке өзімді айтсаңар мага? Мен 27 жаштамын. Адеми қызмын. Өзімнің сүйімді да табып, сүйімді тапқаны келдім бұл жаққа. Мен 27-де, силер 19-дасыңар. Турабы? Силерді хайп үшін келді деп айталам.